Қайырлы күн достар, қал жағдайларыңыз қалай? Мен бүгін тағы да қысқа арналған салатты банкаға жаудым. Өте оңай, қолды ұстамайды, әрі тойымды, әдемі салаттың бір түрі. Салатымызды бастамас бұрын YouTube каналыма тіркеліп, қазақша каналымыздың алға қарай дамуына үлес қосып, лайк басып, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Алла разы болсын барлықтарыңызға, алдын ала рахмет. Енді салатымызды бастаймыз. Видеоны соңына дейін қарап шығуыңызды сұраймын. Ұнап жатса, өз ойыңызды жаза кетіңіз. Бізге қажет болады ақ май, пияз, болгарский, яғни тәтті бұрыш, помидор, чеснок, сәбіз, ащы бұрыш және қалауларыңызға қарай тұз, бұрыш, приправа, укроп, кинза қоссаңыздар болады. Енді тазалап алған көкөністерімізді турап дайындаймыз. Пияз, тәтті бұрышымызды ұзынша етіп тураймыз. Сәбізді орташа теркадан өткіземіз. Қатты майда болмауы керек, қатты ірі болмауы керек. Чеснок пен ащы бұрышымызды майдалап тураймыз. Ал помидорды мен қабығын ашып жасаймын. Сонда жегенде әп-әдемі салат болып шығады. Помидордың қабығын ашып, кубик етіп тураймыз. Аскөкті қатты майда етіп турадың қажеті жоқ. Майда болып кетсе, қайнаған кезде өшіп кетіп, көрінбей қалуы мүмкін. Ірілеу болса, ол да бір салатқа әдемі вид береді ғой. Енді көкөністеріміздің бәрін дайындап болдық. Енді оларды қызып тұрған майға қуыра бастаймыз. Ең алдымен пиязымызды қызартып қуырып аламыз. Пиязымыз қызарғаннан кейін теркадан өткізілген сәбізімізді қосып, тағы да 5 минуттай қуырамыз. Тәтті бұрышымызды салғаннан кейін көп қуырмай, 1-2 минут араластырып, артынша помидорымызды салып, қайната бастаймыз. Бірінші қатты отта тұрады, ол қайнап бастағаннан кейін жай отқа қойып қоясыздар. Қайнағаннан кейін чеснок, ащы бұрыш, тұз, приправа дәміне қарай соларды қосамыз. Барлығын қосып, жай отқа қойып қоямыз. Реңі кіргенше жай өзі қайнау керек. Қайнап бастаған екен өзінің сулары шығып, әдемі витке енеді өзі. Артық су қоспаймыз, уксус қоспаймыз, артық заттар қоспаймыз. Өзінің дәмі әдемі болып шығады. Меніңкі 45 минуттай қайнады. Дайын болардан 10 минут алдын мен укроп, зелендерді дайын болардан 10 минут алдын қосамын. Араластырып, тағы 5-10 минут қайнайды. Осылайша дайын болған салатымызды тазалап, булап қойған банкімізге жауып аламыз. Менде бұл видеодағы рецептпен 8 литр банка шықты. Яғни 8 литр салат шықты. Қатты құрғақ емес, әп-әдемі қыстың күні нан батырып, балдарға да жегенге өте күшті салат болып шықты. Көкөністердің қанша килограммнан екенін видеоның астына жаза кетемін. Сіздерді өзімнің арнамда көргеніме қуаныштымын. Алда, иншаллах, көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Аман сау болыңыздар.